Азия үздіктері елордаға жиналды. Бұнда алғаш рет Киокушинкай-кан каратенің біріктірілген форматындағы құрлықтық бәсеке өтті. Яғни жапон жекпе-жегімен айналысатын бірнеше федерация өкілі бір жерде бас қосып, өзара мықтыны анықтады. Дүбірлі додаға 12 елден 300-ден аса спортшы қатысты. Жарыстың алғашқы күні жасөспірімдер, ал екінші күні ересектер сынға түсті. Нәтижесінде жергілікті спортшылар алдына жан салмады. Жалпы есепте Қазақстан құрамасы бірінші сатыға жайғасса, үздік үштікті Иран және Қырғызстан командалары түйіндеді. Басты мақсат карате федерацияларының арасын жақындатып, тіпті мүмкіндігінше біріктіре түсу дейді ұйымдастырушылар. Мәселен, Қазақстанның өзінде қазір дәл осы бағытта 5 бірдей федерация жұмыс істеп жатыр. Оларды біріктірсек, спорттық жарысында деңгей өскен болар еді. Міне осы мәселеде мына Киокушинның КВО-дің өзінің ерекшелігі бар. Олар барлық Киокушинның саласындағы федерациялардың басын біріктіріп, топтасқан жарысты ұйымдастыру. Және топтасқан жарыста дода да жақсы болады. Және өз жерде жаңағы күштілер жеңеді дегендей.